Омаркет дегеніміз былай айтқанда керемет платформа. Сіз өз товарыңызды мемлекетке сата аласыз. 20 штук блокнот жасаттық логотиппен бірге, және де 20 штук күрішке жасаттық. Шымкентке самолетпен келген болатынбыз. Қазір мінекей складта жүрміз. Қазір товарымызды газельге артып, Атырау қаласына жіберетін боламыз. 2,5 жыл болды. 2020 жылы қолданысқа берілді бұл портал. Қазір 2,5 жыл болды. Осы салада өзіміз де жұмыс жасап жүрміз, өзіміздің командамыз да жұмыс жасап жүр. Барлығы мектеп, садик, мемлекетке қарайтын ұйымдардың барлығы осы Омаркет арқылы сауда жасайды. Общий келген сума 9 миллион 176 мың бізге келді. Біз бұның бір штугын, мына жерде 100 штук қой, 61 мыңнан алдық десек те болады. Досмұхамед атындағы университет Атырау қаласы. Университет. Толықтай сыммен қамтамасыз етіңдер ғой былай айтқанда. Бұл магазиннің артықшылығы Омаркеттің. Ешқандай да помещение алмайсыз, тек қана дұрыс тіркелдіңіз, товар тіркейсіз. Алдын ала товар сатып алудың қажеті жоқ. Барлықтарыңызға сәлем. Есім Еркін Бекқалиұлы, бұл бизнес таңдау арнасы. Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге Омаркет туралы айтқымыз келеді. Омаркет дегеніміз былай айтқанда керемет платформа. Несімен керемет деп ойласаңыз, сіз өз товарыңызды мемлекетке сата аласыз. Мемлекет тарапынан әрбір халыққа 13 миллионға дейін сауда жасау мүмкіндігі берілген. Омаркет порталы мемлекеттік органдардың алса да, алмаса да міндет қойылған бір портал болып саналады. Бұл OLX емес, Каспи, Вайберес емес. Бұл жерде тек қана мемлекеттік органдар ғана сауда жасай алады. Мысалға, акиматқа, болмаса бір РУВД-ға болсын, мектепке, садикке болсын, мысалы орындықтар, столдар, болмаса компьютерлер, принтерлер қажет болатын болса, осы Омаркет порталы арқылы тапсырыс береді. Омаркетте қарапайым халық сауда жасай алады. 13 миллионға дейін заказ жасай аласыз, соны ескеріңіз. Бүгінгі шығарылымды соңына дейін көретін болсаңыз, біздің кейіпкерлер қанша ақша тауып жатыр, және де ол бизнеске қалай кіруге болады, және де жобаға қалай қатысуға болады. Осы туралы толық ақпаратты білетін боласыздар. Мысалға, бір ғана заказ айтып өтейін. Бір ғана кабельді 100 рулон заказ берілген. Ол жерде 9 миллион оборот болған, және де таза пайда 1,5 миллион теңге. Осындай бір сіздерге цифрлар қызық болса, бүгінгі шығарымда міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Алмас мырза. Алмас, айтып берші енді, Омаркет дегеніміз не? Жалпы Омаркет дегеніміз қазіргі уақытта тендердің жаңартылған жүйесі деп айтамыз. Яғни тендер қазір өзгеріп жатыр, халыққа қарай бұрылып жатыр десек те болады. Бұл онлайн магазин. Кез келген Қазақстанда мемлекеттік мекемелер өздеріне қажетті товарларды бірінші осы Омаркет порталынан сатып алуда. Яғни оқырмандар және де қарапайым халық, кез келген адам осы порталға тіркеліп, арнайы өз госзакупка порталына тіркеледі, Омаркетке тіркеледі, сосын қалаған товарына, мысалы, баға қойып сату мүмкіндігі бар. Енді қарапайым түсіндірейікші, бұл дегеніміз мысалға акиматқа, болмаса бір депутаттарға бір ручка керек болатын болса, олар бар базардан алмайды ғой, олар Омаркеттен алады. Ол міндетті түрде ме? Міндетті түрде Омаркеттен алады. Қазір толыққанды осы жылы кіріп жатыр десек те болады. Негіз қанша жыл болды шыққанына бұны? 2,5 жыл болды. 2020 жылы қолданысқа берілді бұл портал. Қазір 2,5 жыл болды. Осы салада өзіміз де жұмыс жасап жүрміз, өзіміздің командамыз да жұмыс жасап жүр. Өзіме 2 жыл болды осы порталда жұмыс жасап жатқанымызға. Негізі бағанағы айтқанымдай ғой, құрметті көрермендер, түсініп алайық. Басында сіздерге айтатын ең маңызды нәрсе мемлекеттік органдарға, мысалға, оның ішінде қандай бір сіздерге РУВД дейсіздер ма, акимат дейсіздер ма, барлығы мектеп, садик, мемлекетке қарайтын нелердің барлығы, ұйымдардың барлығы осы Омаркет арқылы сауда жасайды. То есть сауда сол жерден заттарды алады. Оларға мемлекет тарапынан сондай міндеттелген. Сондықтан да ойлап қалмаңыздар, кәдімгі OLX сияқты, Каспи сияқты көрінген адам келіп сауда жасап кететін, көрінген адам келіп сатып алатындай нәрсе емес. Бұл нақты мемлекет тарапынан қойылған өздерінің сауда алаңы. Сондықтан сол нәрсені ескеріңіздер. Қазір ары қарай толық түсіндіріп беретін боламыз. Бұл енді негізгі беті тіркелгеннен кейін осылай ашылады. Ашып жіберейік. Бізде енді осы жылда 2023 жылы жылдың басында бір 9 миллиондық заказ келген, қазір соған жеке разбор жасасақ та болады. 9 миллиондық. Қазір оған тоқталамыз. Жалпы Омаркеттің артықшылықтары туралы түсіндіріңіз. Артықшылығы, сіз нақты нарықты дұрыс білсеңіз, қандай да бір товардың бағасын
базардан немесе тағы да бір складтан, магазиннен біле алсаңыз болды. Сіз бұған өзіңіздің тиімділігіңізге қарай баға қоясыз. Мысалы, дайын тұр, суретімен қазір шығарып қойайық. Сіз өзіңіз қоясыз бағаны. Мемлекеттік мекеме қандай да бір товар керек болса, өздері жақта, мысалға, осы товар керек деп, мысалы, өздерінің батырмалары бар, басады. Бұл жерде ең бірінші кім аз қойды, соған келеді негізінде. Но бірақ қазір рейтинг системасы қатты жүріп жатыр. Бұл жерде рейтинг системасы бар. Неғұрлым көп заказды орындаймыз, соғұрлым заказ көбірек алу мүмкіндігіміз бар бұл жерде. Енді О-маркеттің тендерден қандай айырмашылығы бар? Қай жағынан жақсы, мысалға, қай жағынан жаман? тендерда жоқ, енді жаман деп айтпаймыз, жақсы. Тендерда бұл жерде біз өзіміз заявка береміз, өзіміз зерттейміз. Мысалға, тендерда бір жағынан ешқандай фото, ештеңе көрінбейді. Ал бұл жерде қазір фотосын көргендіктен уже 100% сіз зерттей аласыз, нақты заказчикпен согласовать ету мүмкіндігіңіз бар. Заказчиктерде өздеріне керекті товарды фотосымен шығарып қойған уже дайын тұр. Бұнда фотосы тұрады. Яғни фотоны көргенсін сіз уже зерттеуге жеңіл болады. Ал тек қана фотосыз характеристикасымен тұрса, сәл уже мінездемесі қиындау болып кетуі мүмкін. Қазір шыны керек, бұрынғы әйдік миллионерлер десек те болады, тендерщиктер қазір бұл портал келгелі жоғалып кетті десек те болады. Бұл портал келгелі қарапайым халыққа жол ашылды деп айта аламыз. Себебі тек қана дұрыс тіркелдік, дұрыс товар тіркедік, арнайы ішінде настройкаларын дұрыстадық, доставка жағынан, адрес жағынан дұрыс белгілей алсақ, заказ алу мүмкіндігіміз бар. Осы жылы 4000 МРП, яғни 13 миллион 800 мыңға дейін бір договорда алу мүмкіндігіміз бар товарға. Қарапайым адамдар 13 миллионға дейін заказ ала алады бұл жерде. Сата алады, сатып алады. Қараңыз, олар мысалға заказ процесс қалай болады? Мысалға мемлекет тарапынан оларға отырды акиматта, сосын айтады, бізге акиматқа ручка керек, қағаз керек, міне орындықтар керек. Сөйтеді, олар О-маркет арқылы заказ береді, О-маркет арқылы береді. О-маркетке қарапайым адамдар өзінің товарын қояды. Тіркелі бе? Мысалы, менде олардың сұраған товары бар болса, мен өзім бағамен қоям ғой. Зерттей қоям, маған заказ түседі мысалға. Мысалға, маған кабель түсті. 100 штук кабель бұқта дейді. Мысалы, бір штугына мен 90 мың теңгеден қойдым мысалға. Ал оны мен складтан, базардан 60 мыңға, 20 мыңға таба алсам мысалға. Болды. Мен 90 мың деп өзім бағамды қойдым О-маркетке. Маған мемлекеттік мекемеден 100 штук келсе, яғни 9 миллион. 9 миллион кабель. Мен қабылдадым. Енді бұл жерде арнайы төленетін проценті бар. Қазір түсіндіріп берем. Процентке де байланысты бұл жерде былай. О-маркеттің бір тиімділігі тағы да. Заказ неғұрлым миллионнан жоғары келсе, ұстап қалатын пайызы О-маркеттің өзінің азаяды. Яғни 0,1%, 0,99% дегендей. Ал егер де мысалы миллионнан төмен қарай 100 мың, 200 мың, 20 мың, 30 мыңның заказдары келетін болса, онда 4,75%, яғни келген суммадан ұстайды О-маркет. О-маркеттен тағы да мен ойымша артықшылығы негізі мемлекет тарапынан андай мелочный кеп болмайтын шығар олар. Мысалға бір қалам ала салайыншы деген тема жоқ шығар. Алған кезде крупный, общий немен алады, количествомен алады. Бірақ бастапқыда мен бүгін тіркелсем, маған енді 500 мың заказы келе бермейді. Мен біріншіден негізінде зерттейді бұл портал. Аздан бастап, ең бірінші заказымыз 2 мыңға келуі мүмкін, 10 мыңға келуі мүмкін. Алғашқы заказдарда отказ бермей қабылдап, сосын арнайы рейтингті көтеру үшін қабылдап, сосын арнайы бір настройкасы бар, маған 90 мыңнан жоғары келсін деген. Соны жазып қойсақ болды. Маған уже 90 мыңнан төмен қарай заказдар маған келіп мазаламайды. Қанша айда жақсы болады, принципе, нормально. Бір ай алғашқы айыңызда алғаш келген бір 10 заказ тоқтатпай қабылдап отырсаңыз, сіздің уже рейтингіңіз жоғарылай береді. Неғұрлым келген заказды, өйткені бұл жерде отказ беру деген жоқ қой енді. Өйткені товарды мен өзім бірінші тіркем ғой. Енді бұл қарапайым кез келген адам бизнес ашқысы келеді, магазин ашқысы келеді. Мысалға, мен магазин ашып жатырмын, Магазин ашатын болсам, ол жерді мен помещениеге ақша төлеу керекпін, біріншіден, магазин ашатын болсам. Екіншіден, ішіне товарға толтыру керекпін. Үшіншіден, өзім осы жерде кассада отыру керекпін деген сияқты. Немесе басқа адам жалдау керекпін. Ал бұл магазиннің артықшылығы О-маркеттің. Ешқандай да помещение алмайсыз, тек қана дұрыс тіркелдіңіз, товар тіркейсіз. Алдын ала товар сатып алудың қажеті жоқ. Дайын тұрған товарларға бағамды қоям. Яғни товар алмайым, алдын ала помещениеге төлемеймін деген сөз. Заказ келгенде ғана көзім жетеді, мен осыншама товардан осыншама заказ алып тұрмын деп, пайда көріп тұрмын. Сосын барып қабылдаймын, товарды жеткізетін кезде сатып алып, жеткізем, ақшамды алдым деген сөз мемлекеттік мекемеден. О-маркеттің айырмашылығы осы. Нөлден бастауға болады. Нөлден бастауға болады.
Енді өзіңіз мысал ретінде көрсете аласыз ба? Мына товарды біз алдық, мынанша саттық деген сияқты. Жақсы. Қазір бізде команда мүшесі, өзімде қазір команда бар, қасымда жігіттер бар, 4 жігіт бар. Команда мүшелерімізде келген, біздің заказды ашып көрсетіп жіберейік. Ашып жіберейік. Заказ, мой заказ, статус заказ. Өздеріңізде қанша не бар ИП қазір? Бізде қазір 5 ИП жұмыс жасап жатыр. 5 ИП. Нақты өздеріңіз айналысып жатырсыз? Айналысып жүргенбіз. Осы Қазақстанда мен деген ИП-лар осы өзімізде. Жақсы. Мынау сіздердің заказдарыңыз. Иә, ИП Океан деген. Міне 9.176.000. Бұл жерде датасы мінекей 2023-01-2023 жыл. Январдың жылдың басында келген. Статусы подтвержден. Заказ ішіне кіріп көрейік. Қазір договор. Бұның договоры тікелей госзакуп порталына келеді. Бірден. Ешқайда қатыспай-ақ договор келеді маған. Төменге түсіреміз. Мына жерде мінекей 100 бұқта негізінде кабель фотосымен ашып жіберейік. Тиімділігі, бұл Омаркеттің тиімділігі. Басқа мысалы фотосы тұрғасын, уже сіз нақты ашып жіберейік. Коробкасымен тұрады ғой. Екінші бет ашып жүр фотоны. Міне. Ашып жүр. Міне, осылай коробкасымен тұрады. Осылай доса сіз мына уже товарды суретімен көргесін, тауып алуға жеңіл болады. Ал мына жерде суреті жоқ, просто характеристика болса, ол кезде бізге сәл зерттеу керек болатын болады. Ашамыз. Мінекей 90.000 бір штугіне. Біз оны қаншадан алдық өткенде Шымкенттен? 61.700 теңгеден алған болатынбыз. Бір бұқтасын. Атырау қаласына жібердік. Бір қызығы бұл жерде Омаркеттің доставкасынан ақша көру мүмкіндігі бар деп біз өзіміздің шәкірттермен бөлісіп айтып жүрген жайымыз бар. Бұл жерде бізге доставкаге 176.814 теңге берілген Омаркет. Бірақ бұны қабылдайтын кезде доставканы отказ берсек, мына жердегі ақша мысалы 10% ұстап қалады Омаркет, отказ беретін кезде мысалға 17.681 теңге. Ол уже Омаркеттің ұстап қалатын ақшасы, доставкасы. Бірақ қалған ақша менің договорыма қосылады госзакуп порталына. Оны қазір да көрсетем. Қосылмаса егер 9 миллион болып келетін еді договор. Енді Омаркеттің өзінің комиссиясы бар, мына жерде ұстап қалатын подробныйды басып жүрейік. Жаңа айтып кеттім, егер де миллионнан артық, миллионға дейін келсе Омаркетте 4.75%. Ал бұл тағы бір мүмкіндігі миллионнан асып кеткен 9 миллиондық договор Омаркеттің ұстап қалатын комиссиясы шамамен 2%. Шамамен 2%, 1,53%, 137.700 теңге бұл Омаркеттің ұстап қалатын ақшасы. Енді қазір договорды ашып жүрейік. Госзакуп порталынан орындалған договор дәл осы 9 миллиондікі. Мына жерде қараңыздар. Маған жаңа айттым ғой, доставканың ақшасы маған қосылады деп. Қандай жағдайда? Ашып жүрейік, договорға кіреміз. Договор согласовайна төменге түсіреміз. Ол кезде мінекей маған уже жаңа договор доставканың ақшасын отказ бердім. Мына жаққа порталға ол қосып жүреді. Яғни суммасына қосып жүреді. Бірақ доставканы өз мойындарыңыз. Доставканы өзіміз жеткіздік. Мысалы, может газельмен 80 мыңға, 90 мыңға, может өзіміздің таныстар арқылы жібере салуға болады. Общий келген сумма 9.176.000 бізге келді. Біз бұның бір штугын, мына жерде жүр штук қой, 61 мыңнан алдық десек те болады. Енді өзіміздің шығынды әр штуктан 30.000 теңге деп есептеген өзінде, сіздер қанша 100 штук алып тұр. Сонда 3 миллион. 3 миллион болғанда бұл жерде енді біздің жаңағы барғанымыз бар Шымкентке, Шымкенттен Атырауға барғанымыз бар, общий таза маржа 1,5 миллион деп. 1,5 миллион. 1,5 миллион. Таза маржа. Енді ақша процесс қалай болды? 9 миллионды қайдан алды ақшаны? Ақшаны бізде как раз бұл бала заказ келді. Бізде сол кезде оқып жатқан. Сіз келесіз бе? Келіңіз. Мұхит. Келіңіз. Алейкум. Заказ келді. Айта бер. Өзің алдың ғой, сен қайда қазір мектепте оқисың ба, не істейсің? 9-шы сынып. 9-шы сыныптың жігіттері 9 миллионға заказ алған енді. Мен осы Алмас Ақылбекұлдарын жазды күні Instagram парақшасынан көрдім. Осы Омаркет порталымен айналысады екен, маған қатты ұнады. Сосын осы отандық маркет жобасына, Мыңбатырға қарасты отандық маркет жобасына келдім. Осы Алмас Ақылбекұлынан оқыдым. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Отандық маркет компаниясы. Менің есімім Мұхит болады, жасым 15-те. Жақында 9 миллионға келген договорымызды жауға кетіп бара жатырмыз. Қасымда Мұратхан аға бар. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мінекей аэропорттамыз. Қазір ұшағымыз сағат 3-те ұшады.
seconds. Not shit sucking. I'm insane around candy paint the Robbie, baby. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Біз алдындағы 9 миллион доллар жау үшін Шымкенттен тауарымызды тауып, осы Астанадан Шымкентке самолетпен келген болатынбыз. Қазір мінекей складта жүрміз. Қазір тауарымызды газельге артып, Атырау қаласына жіберетін боламыз. She like to fuck with suck and fuck. I'm the ice cream man. She chunky monkey. She like to fuck with suck and fuck. I'm the ice cream man. She chunky monkey. She like the trolley in my vanilla coupe. She like my sugar cone seeds. I just took off the roof. She got a marshmallow booty. Ал тауарымыз Атырау қаласына кетті. Қалайсыздар, Отандық маркет компаниясының шәкірттері. Біз Атырау қаласына тауарымызды салып жердік. Енді алдағы уақытта өзімізде Атырау қаласына жолға шығатын боламыз. Мінекей Мұратхан ағам. Ассалаумағалейкум. Тауарымыз газельмен кетті. Газельдің артынан өзімізде қазір индравимен шығамыз. Қаласында университетке затымызды апарып, накладнойға қолымыз қойғыздырып, әуежайға келіп тұрмыз. Қазір Астана қаласына жатып аламыз. Мінекей Мұратхан аға. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жалпы процестің бәрін сіздерге көрсеттік. Процестің бәрі осылай болады. Енді Алла бұйырса, ұшақпен үйге қайтамыз. Енді заказ туралы айтайық. 9-шы сынып оқушысың, 1,5 миллион ақша таптың. Енді айтты, қалай болды? Суммасы мінекей 9 миллион 176 мың 814. Ақшаны қайдан таптың? Біз заказ туралы айтты уже. Ақшаны инвестор. Инвестор осы кісі. Келіңіз. Бұл кісіні мен таныстыра Бір өтейін. қызығы енді бұл кісі екеуі де сізде оқыған, е? Мен де оқыған. Бұл бала былтыр жаз айында оқыған, шілде айында Мұхит мырза. Ал мына кісі қай айда оқыдыңыз? 38 ағында как раз студент болып келіп жатқан. Январда ғой, е? Январда, иә. Бұл қызығы негізінде бұл товарға бармай қойса да болады. Бізде бұл товарды Шымкенттегі біздің өзіміздің өкіліміз, жаңағы Отандық маркетте оқыған, біздің жобада оқыған шәкіртіміз тауып берген. Бірақ мына кісі тендерға өзі келіп тұрғансын, бізге О-маркетке келгеннен кейін процесс барысын көргісі келді. Сол себепті осы кісімен бірге барып, толыққанды жауап келген видеолары да бар. Бердіңіз, сеніп, е? Берекші, 9 миллион енді екін бірі бере бермейді ғой, енді сеніп. Қалай сеніп тапсырып отырсыз, ол кішкентай бала ғой енді. Бұл жерде 9 миллион болғанда нақты бағасы 7 миллиондай алған бағамыз. Енді бұл балаға барғанда доверенность жазып, шешесі мамасы маған доверенность жазып, несін бірге болдық. Самолетқа барып бірге отырғанда бар жерде мен қасымда бірге болды, доверенностьпен болды. Кәмелет жасына жетпегеннен сондықтан сондай доверенность. В общем, сіз өзіңіз 7 миллион ақша бердіңіз. Бірге барып, ақшамен сол жерде алған кезде ақшасын бәрін төлеп сол жерде санап, қарап, тауарын бәрін. Қанша ақша таптыңыз өзіңіз? Енді доляға кірдіңіз ғой, былай айтқанда, инвестор болған кезде. Доля болғанда бұл жерде әрқалай бар ғой, әрқалай доля болғанда келісім шарт болады. Мен бұл екеміз, Мұхит екеміз ешқандай нақты нотариусқа барып келісім шарт анамау дегенге отырғаны жоқ. Ауызша, устный деген ғой, ауызша келісіп, осындай баға деп жол несін бәрін өзім көтеріп алдым. Самолет, нені бәрін, автобус, жіберген машинаның несін бәрін мойнымызға көтеріп, тамағымыз бар, жатқан жеріміз бар деген сияқты барынан жол. Толық процесті өзіңіз бойыңызға өткіздіңіз ғой, былай айтқанда. Бұл кісінікі тек қана осы не ғана болды, жоба болды, ақша мен жақтан болды. Жақсы. Бұлай пайда таптыңыз ба негізі? Болды тапы. Среднем қанша таптыңыз? Мен жасырын болмас. Бір заказдан екемізге 1,5 түсті. 1,5 миллион түсті. Соны екеміз теңбе-тең бөлдік. 750 мың таптыңыз. Бұл жолды бәрін алып тастағанда 750 мың пайда. Бір заказдан 750 мың теңге пайда. Енді ағамыз 7 миллион теңге ақша беріп жатыр. Балаға сеніп, Алмас мырзаға сеніп, жалпы ең бастысы мемлекетке сеніп. Мемлекет ол ақшаны бермей қалады, басқа болып қалады деген сияқты. Негізі ондай бір проблемалар бола ма? Мемлекет тарапынан мысалы ақшаны түспей қалып, негізінде лақтырып кетті деген сияқты. Жоқ, ондай лақтырып кету деген жоқ, бірақ кешіктіретін бір мекемелер бар, шыны керек. Енді олар енді кейде жартылай
госучреждение дейміз ғой, сондай бір мекемелер бар, кешіктіреді. Жартылай коммерческий, жартылай мемлекеттік. Сондай мекемелер. Ал негізінде мынандай толыққанды госучреждениелер толыққанды. Мына қанша күнде түсті ақшасы? Ақшасы неше күнде түсті айтпақшы? Ақшасы 6 күннің ішіне түсті. 6 күнде. Заказды орындағаннан кейін. Орындаған соң. Товарды апарғаннан кейін. Товарды қайда апардыңдар? Атырау қаласына. Атырау қаласында. Ол қандай мемлекет не болды, мекеме? Досмұхамед атындағы университет Атырау қаласында. Университет. Толықтай сыммен қамтамасыз еттіңдер ғой, былай айтқанда. Кабель ғой. Қарашы, сұрақ. Мысалға, бағанағындай, ол бір ғана тоқ қой мысалға. А мемлекеттік неде, университетте қаншама нәрсе бар сен. Кілем не дейін бар, тақтан бар, бәрі. Сіздерден алу мүмкіндігі бар. 13 миллионға дейін заказ қабылдай алады. 13 миллионға дейін бір договор ала аламыз бұл маркет арқылы. Құрмет көрмеді көрдіңіздер ма негізі? Бізде айтады, қазақтарды айтады, мемлекет жаман бізге ақша бермейді деп. Мен сіздерге мүмкіндік туғызып отыр. Мемлекет тарапынан мемлекеттен ақша алу мүмкіндігін туғызып отыр ғой, былай айтқанда. Бізде қазір 39 шағым өтіп жатыр. Осы соңғы аптасы сабағы бітеді. Бізде енді оқу барысында, жаңа біздің жауабымызға келгенде, табыс табу мүмкіндігі бар. Бізге оған дәлел, міне Ибрахим деген кісі осы Алматы қаласында өзімізде оқып жатыр. Осы бір айдың ішіндегі табыс тауып жатыр. Табыс тауып жатыр. Алғашқы ақшасы бүгін түскен екен, бірақ қалған заказдары процесс барысында, яғни жеткізген, общий келген заказдарды ашып көрсете аламыз. Ашып, өзің таныстырып, қайда жұмыс істейсің ана жерде? Менің есімім Ибрахим. Мен осы Алматы қаласында жұмыс істеймін. Мен 24-темін. 24, жақсы. Кеттік, не көрсетеміз қазір? Төмен қарайсыз. Мынау осы күнге дейін алған заказдар ғой, иә? Бүгінгі күнге дейін алған заказдарым. Статусы подтвержден, яғни қабылданған деген сөздер. Даталары, мысалға, келген заказдарымыздың даталары мына жерде. 278 мыңға заказ алған, 51 мыңға заказ алған, 217 мыңға заказ алған, сосын төменгі түсер 118 мыңға алған, 78 мыңға алған, 160 мыңға алған мына жерде, 11 мыңға алған, 1560 теңгеге алған. Ол басында мен айттым ғой, қызық. Иә, азыздан басталған. Мынау тойсына жоғарыға кетіп жатқаны ғой, иә бай? Бұл асты датасы 13.02, 16.02. Жоғары қарай? Төмен түсерші, төмен. Төмен түс, басынан бастап. Ең басынан. 9000 теңге заказ алған, ең бірінші заказы 5100 теңге. Оқу қашан басталды? Бізде осы 8 күні басталған болатын. 8-і оқу басталды, 13-і араға 5 күн салғаннан кейін заказ түскен. Алғашқы заказы 5 күн араға сап 5000 теңгеге заказ алған ғой, былай айтқанда. Жақсы. Осы күнге дейін қанша бағананың бәрін есептесе шамамен миллионнан асады ғой? Миллионнан асады. Таза пайдасы қанша оның ішінде шамамен? Жоқ, средний. Таза пайдасы миллион болып тұр бұл жерде. Қысқасы 1 миллион теңге таптың оқу барысында. Оқу барысында. Ризасың ғой? Жоқ, жақсы, әдемі, зор. Жоғары көтерген. 24 жаста енді өте мықты ғой негізі. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бізде білесіздер, енді Госзакуп Омаркет порталымен айналысып жүргендіктен, жалпы біз Омаркетпен ғана айналысып қоймай, Госзакуп порталында қызмет түрлерімен де айналысамыз, услугамен де және де работамен де айналысамыз. Соның ішінде бізде білесіздер, жақын арада 25 қазан республика күніне орай работа шыққан болатында Қосшы қаласында 50 штук блокнот жасаттық логотиппен бірге, және де 50 штук күрішке жасаттық. Соның ішінде пакеті де бар, 50 штук пакет логотиппен бірге, ручкасымен. Бұл жерде біз әкелдік, Қосшы қаласы жастар ресурстық орталығына. Барлығын есепте өткіздік, өте жоғарғы деңгейде өтті. Бұл жерде айтпағым, Қазақстанның кез келген азаматы Госзакуп порталындағы кез келген қызмет түрлеріне қатысу еркіндігі бар. Және де дұрыс түрде есептей алса, және де екі жақты дұрыс түрде бағындыра алса, әр адам өзінің үлесін алу мүмкіндігі бар. Қараңыздаршы, бірден бір себеп осы маркетплейспен айналысып қалудың ең бірінші себебі жемқорлық азайды. Осы өйткені айтып отыр ғой, бағана тендерда, басқа жақта енді кішкене туыстар, таныстар, жақынына бауыр басатын болса, бұл жақта енді сізде таңдау жоқ, кім сатып жатыр, қалай сатып жатыр. Ол жерде енді бухгалтерия мемлекет тарапындағы барлығына жауап беретін бір бухгалтер болатын шығар енді. Сол арқылы ол маркеттен заказ береді. Қысқасы, ортада ақша желінбейді, және де халыққа өте үлкен жағдай жасалынған. Қанша адам оқыды ол маркетте? Енді нақты есеп айтатын болсақ, бір өзімнен оқыған шәкірттерімнің есебі бір 2000-ға жуық отандық маркеттен білім алған шәкірттерімнің саны 2000-ға жуық десек те болады. Нәтиже, егер жасырын болмаса, шынымен рекламаны ойламай, просто өзіңіз адушы айтыңызшы, қанша пайыз адамдар конверсия көрсетеді, то есть результат көрсете алады? Келеді, шыны керек, кейбір адамдар келіп алып, мысалы, тіркеліп, заказ күтеді. Ол қате. Бұл жерде келгеннен кейін шамалы еңбектену керек. Яғни нарықты білу керек. Неғұрлым көп товар тіркейміз, соғұрлым
заказдар келе бастайды. Мемлекетке не керек, соны оларға білсек. не қызықтырады. Сезон уақыты дейміз мысалы шыны керек, жаңа жыл кезінде соған лайықсыз товар сат. Жаз міне көктем алдымыз, наурыз айы келатыр, көктемге айы келатыр. Мемлекеттік мекемелер де мысалы құрылыс материалдары уже бастады, кабель сұрап жатыр. Енді басқа да кафель болсын, краска болсын, Бұда не бар ма? Сезон қарай ма? Енді сезон дегенде жыл 12 ай жүріп жатыр. Тек жылдың басында бірінші айында ғана осындай үлкен заказдар алады, басында уже ақырындап олай созыла береді. Қатты мына жерде тоқтап қалу деген жоқ бұл порталда. Жазда, көктемде өзінің сезонымен жазда негізі бүкіл мекемелерде ремонт қайтадан жасалады. Әсіресе мектептерде. Значит, сіздерде жазда жақсы сұранысқа ие болады деп айтуға болады ғой? Болады, 100% айта аламыз. Жақсы. Халыққа не ұсынасыздар? Қандай бұл? Не деп айтуға болады өзі? Жалпы біз бірге жұмыс жасау стилін қолданып, яғни жоба, өзіміздің жобамызды ұсынамыз. Демек, мына жігіттер енді сіздің артыңыздан келіп тұр ғой, осы сияқты сізбен бірге жүріп жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Жас ерекшелігі жоқ, кез келген адам жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Жынысқа да қарамайды, қыз, еркек, ондайға жоқ. Жасқа да қарамайды. Және де түсінсе болды. Қайда келетінін, не істеу керек екенін түсінсе болды. Ары қарай барлығын біз өзіміз шайнап береміз десек те болады. Тек жұта берсе болғаны. Және де 4 апталық жобамыз, аптасына 2 рет өзімізден сабақ өтеді, және де жеке куратор беріледі. Толықтай нәтиже шығаруға мүмкіндік бересіздер. Және де бізде жаңа айтып кеткендей, Мың Батыр даму орталығы. Яғни Қазақстан бойынша 13 қалада бар. Мың Батыр орталығы. Астана, Алматы, офлайн барып оқса да болады. Мысалға сабақты онлайн алғанмен, бірақ сіз Ақтөбе қаласынан болсаңыз, офисқа келу мүмкіндігіңіз бар. Шымкентте болсаңыз, Шымкенттің қаласында офисқа келу мүмкіндігі бар. Қазір слайдпен қалалардың тізімін көрсете салсақ та болады. Бұл жерде жаңа біз айтып кеткендей, Мың Батыр даму орталығына қарасты компания болып отырмыз біз. Міне, бізде Мың Батыр қалалар, яғни офлайн. Осы қалалар Алматы, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, Өскемен, Орал, Семей, Балқаш, Ақтау, Түркістан, Тараз. Егер осы 12 облыста сіз болатын болсаңыз, сізге өте ыңғайлы болады. Өйткені келіп офлайн вариантта сіздер кураторлармен тілдесе аласыздар. Сабақты онлайн аласыздар, офлайн кураторлар көмектесе алады. Кураторларыңыздың нәтижелері қалай негізі? Жақсы. Қазір көрсетсек болады. Кураторлар осы жігіттер. Қанша куратор бар негізі? Бізде қазір мінекей 4 куратор бар. 4. Егер киімге назар аударсаңыздар, мына жерде киім тұр. Отандық маркет. Мына жігіттерде, мына жақта отырған жігіттерде де. Бізде енді көп съемкаға барамыз ғой. Мен риза боламын осындай бас киім киіп, өзінің компаниясына айтады ғой, бір махаббатпен айналысатын адамдарды құрметтеу керек. Өйткені мен осы жігіттерді танимын, 2 жыл болды. Біз былай түсіріп, алдыңғы жылы түсірдік. Прям өзіне андай емес, мысалға, қай жерде ақша бар, сол жаққа қарай жүгіріп кететін адамдар емес та, кәдімгі өзінің саласына сүйіп, істеп, адамдарды оқып, нәтиже шығартып. Ең қызығы көп адам жаппайды екен бұл кісілер. Әрбір потокқа 15-20 адам соны өзі жеткілікті. А кейбір енді курстар бар, прям 120-130 адамнан оқытады, ол жер нәтиже шығып жатыр ма, шығып жатқан жоқ па. Сол жағынан біз енді кішкене риза болып, осылай түсіріп жатқан жайымыз бар енді. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Менің есімім Алмас болады. Алмас Ақылбекұлының көмекшісі боламын. Тікелей осы жерде жаңағы жоғарыда айтылып кеткеннен бір артықшылық айтылмай қалды. Соған тоқталып кетейік. Сосын біздің жобамыз жайлы тағы да толтырып кететін боламын. Жалпы Омаркет порталында бұл жерде мемлекеттік мекеме жаңа айтып кетті ғой, товар сатып алады. Одан бөлек Омаркет өзінің доставкасын ұсынады. Яғни сіз мысалы просто товарды шығарып қоясыз, мемлекеттік мекемелердің, яғни Омаркет порталы өзі сіздің точкаңыздан алып кетеді. Получается, доставка тегін. Бізге доставка ақша бөлінген болатын, астан түсіре қойыңызшы. Бұл жерде, мысалы қараңыздар, стоимость доставки бізге 400 мың теңге сумма бөлді. Яғни Омаркет порталы өзі бөліп береді система. Неге десеңіздер, бұл жер бізде 9 килограмм 100 штук, яғни бір 900 килограммдай болды ол жерде. Подтона, яғни салмағына байланысты доставка ақша бөледі. Получается, біз мынау 400 мың теңге бізге сумма бөлген, біз бұны отказ жасаймыз. 40 мың теңге 10%-ын төлейміз, бізге 360 мыңдай береді Омаркет порталы. Бұл жерден біз бұл 900 килограмм бір фура болды, бір фураны біз 50 мың теңгеге бір қаладан бір точкаға жеткіздік. То есть аржағында 300 мың теңге біз тек қана доставкасының өзінен пайда көрдік. Яғни Омаркеттің артықшылығы бұл жерде доставканың суммасын өздері төлеп береді. Сіздер доставканы логистикаға төлеп шығынданбайсыз деген сөз. Енді қарапайым нәрсе мына жақта не емес па, андай өкіметке обал емес па, қалай? Жоқ, өкіметке обал емес. Бұл жерде мысалға мемлекеттік мекеменің өздерінің пландары болады жылдық. Плановая сумма бұл жерде 1 миллион 100 мың теңге болатын. Біз бұны 1 миллион 50 мың теңгеге қабылдадық.
То есть біз плановый суммасына кіреміз, аспаймыз. Мемлекет қанша шынымен де қанша бөлді, сонша бюджеттен, яғни керісінше мысалы миллион 100 мың бөлінген, біз оны миллион 50 мыңға қабылдап алдық деген сияқты. Былай товардан да и доставкадан да ақша табу мүмкіндігі бар екі жақтан да. Жақсы. Сабақ қалай өтеді негізі? Сонымен қатар бізде мысалға жаңа айтып кеттік қой, бізде не себепті Омаркет бұл курс емес, не себепті жоба. Қазір шыны керек инфобизнес дамыған заман, өзіңіз де білесіз, курстарда мысалға Омаркет портал курс десек, бұл жерде келесіде жай ғана 4 апта Омаркетпен таныстырып оқытып жібере салуға болушы еді. Яғни көптеген курстың да кемшілігі сол. Бұл мысалы Омаркет порталын ешқайда төлемей-ақ негізі кісі өзі үйреніп кете алады. Былайша айтқанда шыны керек. Себебі білім қазір білім сатып алмайды кісілер, білім тегін, интернеттің дамыған заманы. Бұл жерде тәжірибе және орта. Бізде лидерлар группасы деген бар. Бұл дегеніміз нақтырақ айтқанда, бізде мысалы сіз келесіз оқуға, 4 апта толыққанды Омаркетпен таныстырып, ішкі жүйесін, арнайы лайфхактарын толыққанды үйретеміз. 4 апта уақыт аяқталғаннан кейін бітті. Сау болыңыз, сіздің оқуыңыз аяқталды деп қоштаспаймыз. Сіздер лидерлар группасына қосыласыздар. Лидерлар группасы WhatsApp'та чат, ол не чат десеңіздер, сіздерге дейін оқып кеткен, 1,5 жыл бойы бұрын оқып кеткен шәкірттеріміз барлық сол жерде шоғырланған. Яғни тек қана мысалы Астана, Алматы қаласы емес, ол жерде Ақтау, Атырау, Қызылорда, Ақтөбе барлық жерден Қазақстандағы түкпір-түкпірінен жиналған кісілер сол жерде отыр. Ол жерге кіресіз, өзіңіз уже толыққан Омаркетті білесіз, ол жерге кіргеннен кейін толыққанды қызу жұмыс ол жерде. То есть мысалы біздегі ол бір емес, 2 лидерлер группасына бөліп қойдық, 160-160-тан отыр. Қазіргі таңда 320 кісі отыр. Мысалы сіз ол группаға қосылғандықтан 160 адам ойлаңыз, мысалы мен осындай маржа жаптым, мен осындай нәтиже жаптым деп күнделікті өзінің нәтижелерімен бөлісіп жатады. Бұл жерде біз не аламыз? Мысалы сіз ол группаға қосылғасын, сіз мысалы үйіңізде ешқандай кәсіпкер болмаса, үйіңізде 4 аптадан кейін сөніп қалуыңыз мүмкін, ол біліміңіз. Ешқайда қолданбайсыз, ешкім сіз түсінбейді деген сияқты. Ал сіз ол группаға андай единомышленники дейді ғой, үлкен жүйеге қосылғаннан кейін сол кісілермен бір кемеде жүресіз деген сияқты. Ол кісілер нәтижелермен бөлісіп жатады, маржалармен бөлісіп жатады. Бір заказдан 800 мың таптым, 900 мың таптым. Кісілер тауып жатқан, қасыңыздағы әріптестеріңіз тауып жатқан нәрсені көріп, сіздің де жұмыс жасамай жатуыңыз мүмкін емес деген нәрсе осы жерден шығады. Сонымен қатар белгілі бір мәселе туындап қалады. Мынау мәселені қалай шешу керек? Мысалы мен Астана қаласында отырсам, Қызылордадан маған заявка келеді. Мен Қызылордаға бара алмасам, просто WhatsApp-қа жазамын, Қызылордадан кәсіпкерлер бар ол жақта. Яғни өзімнің әріптестеріме хабарласам, ол кісілер Қызылордадан менің заказымды қарсы алып жеткізіп береді деген сияқты. Толыққанды бірлесіп жұмыс стилін біз осы жерде ұсынамыз. Сол себепті де біздің жалпы жобамыздың артықшылығы осыда. Біз тек қана оқытып қоймаймыз, нақты нәтижеге дейін жеткізіп, сонымен қоса Қазақстан бойынша шоғырланған кәсіпкерлер ортасын ұсынамыз. Жақсы. Видео прям ұзақ созылып кетуі мүмкін. Сондықтан да номер қалдырсақ болады осы жерге. Номер қалдырамыз астыға. Және де WhatsApp-қа да шықса да болады, звондаса да болады. WhatsApp-қа арнайы промокод Омаркет деп жазса жеткілікті. Толық ақпарат беретін болады. Толық ақпарат беретін болады. Жақсы. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарым сіздерге ұнады деген ойдамыз. Негізі мемлекет тарапынан сізге көп ақша табуға мүмкіндік беріп отыр. Соны қолданып қалыңыздар. Мына жерге телефон номері қалдырдық. Хабарласыңыздар, жобаға қатысыңыздар, және де енді бәлкім жақсы табыс табуыңызға сізге көп ықтимал болуы мүмкін. Енді орта деп отыр, ол міндетті түрде өте маңызды. Өйткені енді қарапайым мысалғаны тұзды қиярдан жасалған салатқа қарапайым қиярды салған кезде ол міндетті түрде уже ол да тұздалған қияр болып шығады. Сондықтан да сізде осындай кәсіпкер ортасына түскен кезде сізде кәсіпкер болып шығуыңыз, былай айтқанда конверсия дейді ғой еді, пайыздық мөлшерде өте көп пайыз беріледі. Сондықтан да мүмкіндік сіздерге, хабарласыңыздар. Бүгінгі шығарымды осымен аяқтаймыз. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Алдын ала лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар. Сол келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.